Алматы қаласының әйелдер арасындағы чемпионаты. 3 турдан кейінгі жағдай. Өмірсерік Алима және Леспекова Әсел 3 ұпай, Думанқызы Әл-Фараби 2 ұпай, Мұқанова Адель 2, Абдуллаева Русалина 2 және Наурызбай Аяна. Тағы бір қосымша айта кететін жағдай, ол апелляциялық комитет. Төрағасы ол халықаралық гроссмейстер Антон Валерьевич Филиппов. Содан кейін мүшелері Жароков Бекет, ол қазіргі Алматы қаласының шахматшылар одағының төрағасы, Теміров Бақыт, Фиде шебері және 2 қосалқы құрам, ол Бауыржан Каусар. Бұл енді Қазақстан Республикасының ең үздік төрешілерінің бірі, халықаралық арбитр, С категориясы, Шупархан Досболат, Фиде арбитрі. Егерде бас төрешінің шешімі сізге бір нәрсе ұнамайтын болса, онда сіз соңғы партия аяқталғанға дейін 60 минуттың ішінде өзіңіздің шағымыңызды білдірсеңіз болады. Және 30 мың теңгеңіз төлейсіздер. Егерде 30 мың теңгеңіз төлегеннен кейін, егерде сіздікі дұрыс болатын болса, 30 мың теңгені қайтарып береді. Ал егерде бұрыс болатын болса, онда 30 мың теңгеңізден айырыласыздар.